Баршаңызға сәлем, құрметті менің оқырмандарым. Бүгін сіздерге алатау салатының рецептісін ұсынатын боламын. Ол үшін бізге салат жапырақтарын осылай ірілеу етіп қолымызбен турап аламыз. Енді қызанағымызды ірі етіп төртпіштетіп турап, кішкене майонез қосып араластырып аламыз. Енді бізге охотничный сосиска керек болады. Оны да сопақша етіп турап, негізі қыздар соленый огурцы қосу керек. Менде болмай қалды, сондықтан свежий огурцы қостым. Барлығын жақсылап турап, жұмыртқамызды да 4-ке 6-ға бөліп, осылайынан турап аламыз. Енді сырымызды да үлкендеу етіп, 3 бөлшек етіп турап аламыз. Сөйтіп үстіне майонез салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Шым-шым тұз қоссаңыздар да болады. Менде тарелкеге салып, бетіне осылай чечилімізді майдалап ұсақтап бетіне саламыз. Чешілді қонақ келетін кезде салған дұрыс, а то қатып қалады. Міне, осымен салатымыз дайын болды. Видео ұнаса тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын.